Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Балам берсіздер. Келіңіз, отырыңыздар. Қызым Шағымдарыңыз. бірінші сынып аяқтап жатыр. Сабаққа үлгерімі төмендеу. Тез ұмытып қаламыз. Тақпа жаттай алмаймыз. Әріптерді енді танып жатырмыз. Қосып оқи алмаймыз. Тексертіп алайын деп келіп едім. Барлық мамандарыңызға тексертіп алайын деп келіп едім. Келе ғой Асылым, екеуміз сөйлесеміз, әңгімелесеміз. Келе ғой сен мына жерге отыр. Сенің атың кім? Асылым. Фамилияң кім? Бақтияр Асылым. Жасың нешеде? 7-де. Мамаңның аты кім? Баян. Баян. Аха. Нешінші сыныпта оқисың? 1-ші. Бірінші сыныпта оқисың. Жақын отыра. Екеуміз әңгімелесеміз. Қарай ғой. Маған қарай ғой. Түсі қандай? Қызыл. Қызыл. Пішіні қандай? Домалақ. Домалақ, шеңбер, иә? Мынаның түсі қандай? Сары. Сары. Пішіні қандай? Тік бұрыш. Тік төртбұрыш. Дұрыс айтасың. Келесі? Жасыл. Жасыл. Пішіні қандай? Төртбұрыш. Төртбұрыш. Аха. Келесі бізде? Үшбұрыш. Үшбұрыш. Түсі қандай? Көк. Көк. Дұрыс айтасың. Ал енді бізде келесі. Бізде Асылым қараш. Қанша жыл мезгілі бар бізде? 4. 4 жыл мезгілі бар. Дұрыс айтасың. Мынау қандай жыл мезгілі? Жаз. Қара. Дұрыстап қараймыз. Суретке қараймыз. Асылым қара. Қандай жыл мезгілі? Жаз. Көк. Көктем. Қара, көктем. Көктемде не өседі? Жерде не өседі? Ағаш. Ағаш өседі. Сосын кейін шөп өседі. Жерде, е? Сосын не өседі? Қарашына суретке. Гүлдер. Гүлдер өседі. Ағаштың басында не бар? Жапырақ. Жапырақ бар. Жапырақтың түсі қандай? Жасыл. Жасыл. Гүл өсіп тұр, е, қара жерде. Гүлдің түсі қандай? Қызыл. Қызыл. Көктемде ауа райы қандай болады? Ауа райы қандай болады? Жылы. Күн жылы болады, я? Күн жылы болады. Енді бізде келесі көктемнен кейін қандай жыл мезгілі келеді? Қандай жыл мезгілі келеді? Жаз. Жаз келеді, я? Жаз келеді. Қарай ғой, жаз келеді. Жазда күн қандай болады? Ыстық. Күн ыстық болады, я? Жазда сендер каникулға шығасыңдар ма? Жазға демалысқа шығасыңдар ма? 25-ші майда қайда шығасыңдар? Жазғы демалысқа шығасыңдар, я? Жазда күн қандай болады дедік? Жылы. Ыстық болады, я? Жазда біз қайда шомыламыз? Қайда шомыламыз? Көлге. Көлге түсеміз, өзендерге түсеміз, я? Күн ыстық болады, я? Енді бізде жаз айы кеткеннен кейін қандай жыл мезгілі келеді? Күз жыл мезгілі келеді. Көрсетші маған жыл мезгілін, күзді. Күз мезгілінде ауа райы қандай болады бізде? Суық. Суық болады, салқын болады, я? Суық болмайды, салқын болады, я? Жел соғады, жаңбыр жауады, я? Қарашы, теректердің жапырағы қандай болады? Сарғаяды. Сарғайғаннан кейін не істейді олар? Жерге түседі, я? Күз айында біз не жейміз? Жемістер. Жемістер. Қандай жемістерді жейміз? Бірнешеуін атап бере қойшы маған. Асқабақ. Асқабақты қайда қосамыз? Қайда қосып жейміз асқабақты? Тамаққа қосамыз, я? Алма жейміз. Сосын қандай жеміс жейміз? Тағы бірнешеуін атап бере қойшы маған. Жүзім жейміз, дұрыс айтасың. Сосын кейін
өрік піседі, бірнеше жемістер піседі күз айында. Не істейміз біз піскен жемістерді? Жейміз. Күз айында күн салқын болады, жел соғады дедім, е? Жаңбыр жауады дедім. Сосын кейін бізге келесі қандай жыл мезгілі келеді? Қыс. Қыс жыл мезгілі келеді, е? Қыста ауа райы қандай болады? Суық. Суық болады. Жерден не жатады бізде? Қар. Аппақ қар жауады, аппақ қар түседі. Қарашы, мына қыс мезгілінде теректің басында жапырақ бар ма? Жоқ. Жоқ. Өйткені ол қай кезде түседі? Көктемде. Күз айында түседі, е? Күз айында түседі. Қыста күн суық болған кезде біз үйге не істейміз? От жағамыз. От жағамыз. Кәне, мұржадан көрсетші маған. Нені? Мынау не? Түтін, е? Аха. От жақпаса, үй қандай болады? Қыс кезінде. Суық болады. Қайтадан бір қайталайықшы екеуміз. Көктем, Көктем. жаз, Күз. Қыс. Сонда бір жылда неше жыл мезгілі бар? 4 жыл мезгілі бар. Жарайсың. Енді бізде келесі. Келесі бізде жаңағы. Енді сен бірінші сыныпта оқисың ба? Иә. Бірінші сыныпта оқисың. Сенде мынандай оқулық бар ма? Иә. Бар. Бұл қандай оқулық? Әліппе болды, е? Әліппе болды. Әліппемен оқыдыңдар ма сендер? Иә. Оқыдыңдар, е? Енді біз қазір нені айтамыз? Айтып берші маған. Мынау не? Әріп, е? Қандай әріп? Аха. Мынау қандай әріп? Аха. Мынау қандай әріп? Б. Келесі? В. Келесі? Г. Дұрыс айтасың. Мынау қандай әріп? Келесі бізде Е әрпі. Мынау қандай әріп? Қ әрпі. Мынау қандай әріп? Қандай әріп? Л әрпі, е? Мынау қандай әріп бізде? П әрпі, е? Дұрыс айтасың, П әрпі. Мынау қандай әріп бізде? О әрпі. Енді әріпті асылым таниды екен. Енді бізге қосып оқып береді. Қосып оқып береді. Қосып оқимыз, кәне, келе ғой. Қарай ғой. Ата. Мынаны айта ғой. Не болды? Қосып оқимыз. Ат. Дұрыс айтасың. Мынаны оқып берші қайтадан. Ата. Ат. Келесін оқимыз. Не болды? Тара болды. Тара болды, е? Келесі. Оқимыз. Ту де. Қосып оқимыз. Қосып оқып берші. Ау. Келесі. Оқи ғой. Қосып оқи ғой. Науа де. Келесі. Не болды? Қосып оқимыз. Ау деген сөз болды, е? Асылып, бірден қосып оқимыз, кәне. Т-а-у. Не болды? Т-а-у. Не болды? Тау деген сөз, е? Тау деген сөз.
Жарайсың. Мына қандай оқулық? Математика. Математика. Қарашы, мына жерде. Санаймыз. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Асылым, сен кері санау білесің бе? Иә. Санап бере ғой. 10, Санап берші маған 9, кері. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бір. Енді сен жаңағы, енді кітапқа қарап санадың ғой. Енді кітапқа қарамай сана. Оннан кері қарай сана. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дұрыс айтасың. Қарашы, мына жерде есептер тұр екен, е? Біз есепті шығарайық. Ауызша шығарамыз, кел. 4-ке 3-ті қоссақ неше болады? 4-ке 3-ті қоссақ неше болады? 4-ке 3-ті қоссақ неше болады? Кәне, санағыштың көмегімен шығарамыз. 4-ке 3-ті қосамыз. Санағыштың 7 болады, дұрыс айтасың. Ал енді 7-ден 3-ті аламыз. 7-ден 3-ті аламыз. 7-ден 3-ті аламыз. 4. 4, дұрыс айтасың. Сен ондық сандарды білесің ба? Иә. Ондық сандарды. Санап берші маған ондық сандарды. Ондық сандарды. 10, 20, 20, неше отырамыз? 30, 30, 40, 40, ары қарай санай қой. 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, иә? 100. Бұл сандар бізде ондық сандар болып аталады. Сен ондық сандар бойынша кері санау білесің ба? Кері санау білмейсің ба? Кәде екеуміз бірге санаймыз. 100, 100, 90, 90, 80, 70, 70, 60, 50, 50, 50, 50, 40, 40, 30, 30, 20, 20, 10. 10, 10 болады, е? Енді асылым сен маған өзіңнің атыңды, фамилияңды жазып бере қойшы. Өзіңнің атыңды, фамилияңды жазып бере қойшы. Бақтияр, неге жаз? Жолдың басынан, Бақтияр Асылым. Асылым. Не жазып отырсың сен? Мынау сенің атың болды. Енді фамилияңды жаз. Бақтияр деп. Бақтияр деп жаза ғой. Фамилияң Бақтияр. А. Ары қарай. Т. Мына жерге Т әрпін жаз. Бақ, Т. Иә. Т әрпін жаз. Т деген әріпті көрсетейін мен саған қазір. Т деген әріп. Асылым. Әне. Бақтияр. И
Я деген әріпті жаз. Я деген әріпті көрсетші маған мына жерден. Я деген әріп. Міне, мына әріпті жаза ғой. Я. Иден кейін я. Кәне. Я ыр деп жаз. Бақтияр. Дұрыс жаздың ба кәне? Не деп жазылып тұр? Қара оқып берші маған бұл жерде. Асылым. Бақтияр Асылым. Бақтияр Асылым. Ары қарай екеуміз енді не істейміз? Есеп шығарамыз, е? Келе ғой, шығар мына жерге, жаза ғой. Жаз мына жерге. 5, төмен қарай жазсын, жерге жаса. 5, қосу. 3. 3 болады тең. 5-ке 3-ті қоссақ неше болады? Санағыштың көмегін қолдансаң болады. Неше болады екен? 8 болады, жаз. Таза. 8 болады. Енді астына жазамыз. 8. Алу. 4. 4 болады, тең. 8-ден 4 алсақ неше болады? Тең жаз. Асылып. Санағыштың көмегімен санасам болады. Бірінші, неше санын санап аламыз? 1, 5, 6, 7, 8 болды, дұрыс. Енді 8-ден 4 санын 8-ден 4 санын аламыз. 4 санын аламыз. Неше болды? Неше сан қалды? 4. Жазайық. Енді Асылым, сен маған мына жерге 1-ден 10-ға дейін жазып бере қойшы. 1-ден 10-ға дейін, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Енді маған 10-дық сандарды жазып бере ғой мынаны. Астына. 10, 20 деп. 10, 20 деп. 10-дық санды жазып бере қойшы ма? 20. 10, 20. Мен саған көмектесем, е? Мен саған көмектесем. Кәне 20 саны? Міне, мұнаны жазады. 20 деп жаз. 30. 30. 20-дан ең қандайсың? 30. 20-ның қатарына жазамыз, солай ұзыннан. 30. Қасында? Одан кейін 40. 50. 50-ден кейін қандайсың? Қандай 10-дық сан? 60. 60-тан кейін қандайсың? 20. 70. 80. 80-нен кейін қандайсың? 90.
90-нан кейін қандай сан? Астына жазамыз сыймаса. Мына жаққа қатарға жазамыз. 100. 100. Рахмет. Асылау, саған мектепте оқыған ұнай ма? Иә. Мектепке не үшін барасың? Әріп үйрену үшін. Әріп үйрену үшін барасың ба? Әріп үйрену үшін барасың, иә? Екеміздің бірлесіп орындаған тапсырмамыз аяқталды. Сен жақсы оқушы боласың. Тапсырманы жақсы орындап шықтың. Саған сенемін. Ақылды, озат оқушы боласың, иә?